Баршаңызға қайырлы күн достар. Каналыма қош келдіңіздер. Сіздерге қысқа арналған маринадталған қызанақ дайындайтын боламыз. Ең алдымен банкамызды жақсылап жуып тазартып аламыз. Мен бүгін 4 банка жауыптым. Соны сіздермен бөлісуді шештім. Ең алдымен осылай дәмдеуіштерімізді банкамызға салып шығамыз. Менде хрен жапырағы. Жапырақты қоссаңыз да болады, өзіңіздің қалауыңызға қарай қоспасаңыз да болады. Маған қосқан ұнайды. Сосын кептірілген укроп саламыз. Свежий түрін салсаңыз да болады, ол да өзіңіздің қалауыңызға қарай. Менде кептірілген түрі бар, сосын солай кептірілген түрін салдым. Енді дөңгелек душисте қара бұрышымызды, лавр жапырағын, сарымсағымызды салып шығамыз. Қыстың қамын жазда ойла деп, осылай банкамызды жауып аламыз достар. Осылай бәрін салып шықтық. Өте дәмді болады. Кез келген тамақ түрімен ұсынсаңыз болады. Тамаққа салсаңыз да болады. Өте күшті дәм береді тамаққа. Қыста рахатын көресіз достар. Жасап көріңіздер. Осы әдіспен атылмайды. Мен осындай брандалы крышкамен жабамын. Маған солай ыңғайлы. Енді помидорымызды жақсылап тазартып жуып аламыз. Мен 3 қайтара жуып алдым. Енді осыны банкамызға жақсылап орналастырамыз. Міне осылай барлығын салып шығамыз. Өкінбейсіздер достар, жасап көріңіздер осы әдіспен. Ешқандай атылмайды. Өте жақсы шығады. Қыста рахатын көресіздер. Кез келген тамақ түрімен ұсынасыздар. Не болмаса тамаққа салсаңыз да өте күшті дәм, жақсы дәм береді. Енді осылай орналастырып шықтық. Енді үстіне қайнатылған суымызды құямыз. Менде 4 литр су, 2 литр банкаға 1 литр су құямыз. Мен алдын ала суымды қайнатып қойдым. Енді осылай банкамызға құйып, 15 минутқа қалдырап қойып қоямыз. 15 минут өткеннен кейін суын төгіп, қайтадан кастрөлге екінші рет қайнататын боламыз. Өте әдемі шығып жатыр. Қазір мына 15 минутқа қойып қойғаннан кейін кішкене помидорымыз отырады. Кішкене соңға салғанда нығыздалып салынды. Осылай крышкасын жай жауып 15 минутқа қалдырамыз. Он 15 минут өтті. Енді суын төгіп кастрөлге қайтадан қайнатамыз. Осылай жасап көріңіздер достар.
Егер де каналыма тіркелмесеңдер, тіркеліп кетеміз. Міне осылай барлығын құйып шығамыз кастрюльге қайтадан. Міне барлығын құйып шықтық. Міне екінші рет менде қайтадан қайнады. Екінші рет қайта құйып жатырмын осы жерде. Міне помидорларымызды көрдіңіз бе, жаңа нығыздалып тұрған, кішкене отырды. Помидорымыз ондай қатты үлкен де емес, кішкентай да емес, жақсы орташа. Осындай помидор болғаны жақсы. Ешқандай шірігі болмау керек, помидорымыз таза болу керек. Сонда банкаңыз жақсы тұрады, атылмайтын болады. Міне осылай екінші рет құйып шықтық. Екінші рет қайта 15 минутқа қалдырамыз. Осылай барлығын құйып шықтық. Міне мен екінші рет қайта суын құйып алдым. Енді үстіне тұз бен секерімізді салып шығамыз. Мен осы жерде 4 ас қасық тұз, 4 ас қасық секер салдым. Енді осыны 3-5 минут қайнатып аламыз. 3-5 минут қайнатып алып, құйып шығамыз. Сонымен банкамызды жабатын боламыз. Суымыз қайнағанша үстіне 1 шай қасықтан уксусымызды құйып шығамыз. Менде уксус 70%. Осылай 1 шай қасықтан құйып шығамыз. Енді үстіне суымызды құйып, банкамызды жабамыз. Міне суымыз қайнады. Екінші рет қайнағаннан кейін барып, тұз секерімізді саламыз. Не осылай жауып шығамыз. Өте оңай әрі тез. Ондай көп уақыттарыңды алмайды. Еще қыста рахатын көресіздер, достар. Осылай жасап көріңіздер. Не осындай 4 банкамызды жауып шықтық. Осылай төңкеріп, мен ешкімге қалдырам, лайк басып, тіркеліп кетіңіздер, достар. Сіздермен болған Гүлдариға.